ойынға барса то же самое. Бес мысалы жарты сағаттың ішінде ол сол басқа әлемге кіріп кетеді да, өзінің проблемасын ұмытып кетеді. Мына әлемнен қашады, ана әлемге кетеді былай айтқанда. Сол үшін ол барады сол жаққа өзінің несін ұмыту үшін, өзін басу үшін. Ал жаңағы наркомандарды мен қараған емеспін, қарамаймын да, ол кісілерге көмектесе алмаймын. Мен игромандарға көмектескенім болды біреусіне, и арақ ішетін адамдар келуші ғой, соның біреусі тоже солай кәдімгідей өзі не қылды, өйткені әбден өзі шаршаған. Арақтың түбіне жеткенін сезді да, уже адамдық неден кетіп бара жатқанын білді, бала шағасы бар, отбасы бар. Ол кісінің мен риза болатыным, отбасын қатты жақсы көреді да, отбасынан айырылғысы келмейді. Бірге кісілер бар ғой, отбасын керек қылмайтын, өзінің ғана басын ойлайтын. Олар арақ ішіп жүре береді, олар өмірін түзеуге тырыспайды да. Ал мынандай отбасының баласын жақсы көретін адамдар, олар психологқа келеді, әрекет жасайды. Мен осыны қойғым келеді, өмірімді дұрыстағым келеді деп ше. Сондықтан жаңағы айтатыным, мен олар жақсы өмірге барып тұрған жоқ ондай нәрсеге. Оның барлығы балалық травмаларға байланысты. Бізде барлығы балалық шақта жатыр, өткен шақта.